Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз форманы қажет етпейтін сүзбе қосылған осындай ватрушка пирогты жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен жылы сүтке аштықымызды 2 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап барлығын көтерілуге бір 15-20 минут қалып қоямыз. Ашытқы көтерілгеннен кейін ерітілген сары майды, қантты қосамыз және де бір жұмыртқаны қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Біздің ингредиенттеріміздің барлығы бөлме температурасында, яғни 1-2 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қоюымыз қажет. Барлығын жақсылап араластырып болдық. Енді ұнымызды саламыз. Ұн қыздар шамамен бір 350 грамдай ұн кетеді. Бірақ та әркімнің құрамындағы ұн әртүрлі болғандықтан, бірінші біздің қажетімізше ұнды саламыз. Өйткені 350 бір кетсе, кейбіреулерінде 320 немесе одан да көп кетуі мүмкін. Сол себепті құрамына қарай ұнды да қосып отырамыз. Енді қалған ұнымызды қосып, жақсылап барлығын басын біріктіретін боламыз. Қамыр дайын болғаннан кейін оған бір ас қасықтай сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап илейміз. Сол кезде біздің қазір қамырымыз ашыған соң жұмыс жасауға ыңғайлы, қолға жабыспайтын болады. Бетіне пленканы осылай төсеп, бетін жауып, жылы жерге көтерілуге шамамен 1 сағат қалып қоямыз. Қамыр көтерілгенше енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге 180 грамм сүзбе қажет болады және де бір жұмыртқаны кез келген пайыздағы қаймақты қосып, шанышқының көмегімен жақсылап барлығын басын осылай біріктіріп араластыратын боламыз. Сүзбенің ұсақ түрін пайдаланған жақсы, сол кезде езуге ыңғайлы және де жеген кезде нәзік болып келеді. 1 сағаттай уақыт өтті. Енді қамырымызды қолмен немесе оқтаудың көмегімен осылай әдемілетіп жайып шығамыз. Негізінде қолға жұмыс жасауға ыңғайлы, сол себепті мен қолмен осылай барлығын басып шықтым. Одан кейін диаметрі 24-23 сантиметр олатын осындай формаға дөңгелек етіп жасап аламыз. Одан кейін жан-жағын осылай әдемілетіп кесіп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай енді пирогтарымызды әрлейтін боламыз. Ортасына бір таяқша полосканы қалдыра өтіп, осылай әдемілетіп өріп аламыз. Одан кейін дайын болған соң ортасынан тағы да басып, салмамызды құятын боламыз. Осы кезден бастап пешімізді қыздырып бастаймыз. Біздің пирогымыз қып-қызыл болу үшін жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетіне жидектерді қоссаңыз болады, болмаса қоспасаңыз да болады. 180 градус 20-25 минут пісіреміз. Пирогымызды жарты сағаттай бір суытып аламыз. Одан кейін кесіп, дәмін көрсеңіз болады. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, ең бастысы жасалу жолы оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуге ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.